Өз әскерлеріне қарай ұмтылған сарбаздар неміс шептеріне шабуыл жасап, қоршау шеңберін бұзып өтеді. Нәтижесінде ондаған жауынгер қару-жарағымен бірге аман алып шығарылады. Ұрыс барысында Ғабдуллин жараланса да саптан шыққан жоқ. 1941-42 жылдардың қысы соғыстың ең ауыр кезеңдерінің біріне айналды. Неміс әскерлерінің шабуылы тоқтатылғаннан кейін Қызыл армия қарсы шабуылға көшті. Осы уақытқа қарай 8-ші гвардиялық дивизия атанған Панфилов дивизиясы солтүстік батыс бағыттағы ауыр ұрыстарын жалғастырды. 1942 жылдың қаңтарында Ғабдуллиннің бөлімшесі Холм қаласы маңында қимыл жүргізді. Кеңес әскерлері қарсыластың мықтап бекінген қорғаныс шебіне тап болды. Ұрыстардың бірінде оның қарамағындағы автоматшылар тобы өздерінен әлдеқайда басым неміс күштерімен бетпе-бет келеді. Неміс танкілері мен жаяу әскері шабуылға шыққанда, Ғабдуллин броньды техниканы барынша жақындатуға шешім қабылдады. Осылайша кескілескен шайқас басталды. Соған қарамастан оның тобы қарсыластың шабуылын тоқтата алды.